Назарбаев жобасының бүгінгі кейіпкері Қазақстан Республикасы сот әкімшілігінің Қызылорда облысы бойынша департаментінің бас маман сот отырысының хатшысы Гүлманат Нәрікбаева. Гүлманат Өмірбекқызы 20 жылдан астам уақыт бойы сот жүйесінде қызмет атқарып келеді. Бір ерекшелігі, Гүлманат Өмірбекқызы осы уақыттың ішінде негізінен хатшылық қызметті атқарған. 2003-те мемлекеттік қызметке тұрып, сол 2003-тен бастап мемлекеттік қызметте осы өзімнің арманына жеттім. Жұмыс істеп келе жатырмын. Жұмысым өзіме ұнайды, қатты ұнайды. Сот отырысының хатшысы қызметінің жауапкершілігі ауыр екені белгілі. Қызметке қызушылық, тәртіп және шыдам болса ғана жетістікке жетіп, абыройлы боласың дейді Гүлманат Өмірбекқызы. Негізі ол біздің жұмысты жақсы көрмесең, мен ойлаймын, жұмыс істей алмайтын шығарсың. Жұмысты адам жақсы көріп істеу керек. Жұмысына адал апайымыз үйде асыл ана, аяулы жар, үлгілі келін. Қайын атасы, жолдасы, балалары мен немерелеріне қарап, жұмыстан кейін үлкен үйдің берекесін келтіріп, бірліктің ұйытқысы болып отыр. Әйелге жұмыспен отбасын бірге алып жүру үшін өте қажет, өзінің отбасының қолдауы. Жұмысымыз біздің оңай емес. Әйелдерге өте көп міндет жүктелгенде, ол сен мемлекеттік қызметтен қатар сен келінсің, сен анасың, сен барлық үйіндегі балдарыңды, ата-енеңді, жолдасыңның бәрін көңіл табуың керексің, бәрін үлгеруің керексің. Сондықтан енді маған көбісі сұрайды, мен қалай алды баламен қалай үлгересіз дейді. Негізі маған көп қолдау берген өзімнің енем марқұм жұмысқа шыға берді. Балам, мен алып қалар баланы қарар. Мен өзім жұмысқа барғанда уверенно болып барамын да, баламды уайымдамаймын. Ол да көп көмек болды. Гүлманат Өмірбекқызы көп жылғы абыройлы еңбегі үшін сот жүйесінің үздігі медалімен марапатталған. Бір ерекшелігі апайдың енесі алтын алқа иегері болған. Оның ізін жалғаған өзі де 6 бала тәрбиелеп, күміс алқа иегері атанып отыр. Өнегелі, қайсар да білімді қазақ қызының бейнесі осындай. Гүлманат Өмірбекқызын халықаралық әйелдер мейрамымен құттықтай отырып, отбасына амандық, қызметіне абырой тілейміз.